Қайырлы таң, ауылымыздың таңы көрші күн күшті бұйырса қырға шайын жатырық. Тасик ауаз бұйырса ертең покраска жұмыстарын беремін. Бортын бәріне жасап қойдым осылай. Бітпей қалды, ішіне де не жүргіземін бүйтіп. Ар жағына да артындағы сияқты қылып жүргіземіз. Жауап болды, покраска береміз, сол кезде ұйықтайды. Осы YouTube арнама тіркеліп қойыңыздар. УАЗымыздың май суын қарап, барлығын дайындап, алла бұйырса қырға жолға шығатын боламыз. Малымыз бар, соны піштіреміз, қиымызды тиіміз. Алда уақытта осы видеода барлығын көрсететін боламын. Арнадан алыстамай бізбен бірге болыңыздар, пікір қалдыңыздар, лайк басыңыздар. Біз міндетті түрде қырға барған сайын каждый раз осылай су алып кетеміз өзімізбен бірге. Қырда су аз. Ал бұйырса кеттік, жолға сәттілік тілеп қойыңыздар. Арнадан алыстамай толық видеоны тамашалап шығыңыздар. Мынау Нурик ағай, да жиенім мал қарап жүр. Құрметті достар, айтпақшы, мына столды білесіздер ма? Инстаграмда миллион просмотр жинаған болатын. Тапқан адамдар комментария жаза кетіңіздер. Сардәрі ма? Сардәрі, иә. Дұрыс жерге қойыңдар үйге. Неге су кіріп кетпесін, бірдеңе болмаса. Ана стрепторцитті алып, бір болғанда жалғас. Иә. Манағы бір екі үш пашка, манағы 10-дық қой, 10 таблетка анау. Үйге келіп қоясың, үйге. Сосын манағы ертең неткенде ой нәрсеге пайдаға сәтті. Сардәрін езесі ғошында қазда? Езген ғалай. Просто үстіне себеп дей ма? Кескенден сеу жөрем, жазып кету үшін, жазып кету. Лазар көр. Бежан тұрмыш. Ал мәне. Соның арқасында есініп жүрсің ғой. Көрсетейін мен шашқалы. Походу семіртпейді дейді ода малды. Жоқ, ол жайылмайды ғой сосын. Осы есі кетіп, осының есі ғой. Осының жоқ. Сет жоқ енді, тұмылар жоқ. Ол да ана Қытай неге шығарады, аппараты өзінше. Бірақ одан дәрмен жоқ ар жағында. Қармайдың аты қайда еді? Йодоформ. Йодоформ. Анан суды нетпей қой, анан шашай шақсы әрді. Не вот, телефонum benim. Қашып сетіп отыр ғой. Парвамызға бастап жарап атыр. Бір ес қийтып тұр, екінші респе кетіп тұр. Қыстың қамын жаз ойла демекші. Қырға келдік қит жеуге. Кезінде ойып кетеді көршеді. Алдыңғы видеода көрген боласыздар, қиды ойып атқанымыз. Төменге инстаграм парақшамды белгілеп кеттім, тіркеліп алыңыздар. Осы уазды толықтай әдемілеп шығатын боламын. Мынаны қараңдар. Қидың арасынан үкі шықты. Қайқыс қой. Қойлар. Торға кіріп жатыр. Жайылыстан. Так, қиымызды осылай жерге түріп кеттік. Кепсіндеп, кішкене су болды. Осылай шашып кеттік. Кейін кепкеннен кейін сосын бағалдан қайтадан жинап тастаймыз. Негізі мал бағу дейді. Жаратылған адамдар болмаса кезген адам бағалмайды. Қой қырқуға кетіп жатыр енді. Шамалы қой бар еді. Соны қырқамыз. Қойды осылай ұстап алып, аяқ қолын байлап тастадық. Содан кейін желеп қырқуды бастаймыз. Аяғынан бастап. Жазда рахаттанып қалады. Кәдімгідей малдар дейді. Ме деп. Рахаттанып қалдың ба?
Biz оқанда. Бана мен екі баспағым піштіріп тегедік. Ауысынып тұрм екен. Нурик ағай. Мен кәбір сейім тоқ қалыпты. От жағамыз, сосына жеге күрту кетті. Ой, қайты шоп батсыңдар, шөлдеріңдер ма не? Давай, бегом, жүгір! Достар, бұйырса келесі тағы да қызықты видео салатын боламыз. Арнамызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Келесі де қызықты видео салғанша аман сау болыңыздар.